Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бізге қазір Түрксіб ауданы, Наурызбай ауданы, Алатау ауданының ұстаздары бүгінгі семинарға қош келдіңіздер. Біздің номер 152 мектеп гимназиясының цифрлық платформадағы авторлық бағдарлама оқыту технологиясы білім берудің тиімді жолдарын зерттеу тақырыбында өткізілетін аттестаттаудан өткізілетін мұғалімдеріміздің авторлық жұмыстарының тарату жұмысы бойынша семинарға қош келдіңіздер. Бүгін бізде The Effectiveness of Using Modern Technologies in Teaching English тақырыбында Құртыбаева Шырым Тастанбекқызы, The Power of Words English for the Modern World ағылшын тілі пәні мұғалімі Төлентай Динара, және де көркем еңбек пәнінің мұғалімі Болатова Райкүл Қабыловна қолөнер бұйымдарының жаңа қырынан көрінуі, жынмен бейнелеу өнері тақырыбында, көркем еңбек пәні мұғалімі Мақсұтбаев Ғани Ерсановичтің көркем еңбек сабақтарында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту тақырыбында, және де Азахунова Махирам Шериповна тұлғаның агрессиялық мінез құлқын диагностикалау және түзету тақырыбында, сонымен қатар дене шынықтыру пәні мұғалімі Идрисбеков Еркебұлан Жұмакелдиевич қозғалмалы ойындар тақырыбында бүгін сіздермен авторлық жобасы бойынша іс тәжірибесін бөліседі. Қазіргі авторлық жоба қорғау география пәні мұғалімі Асанова Үржамал Бейсенбековнаны тыңдайық. Сәлеметсіздер ме? Мен дауысым естіліп тұр ма, әріптестер? Иә. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Алатау ауданы, Алматы қаласы Алатау ауданы 152 мектеп гимназияның география пәні мұғалімі Асанова Үржамал Бейсенбекқызы боламын. Мен бүгінгі сіздермен бөліскелі отырған авторлық бағдарламамның тақырыбы географиялық білім мен шығармашылық жобалар. Бұл авторлық бағдарлама негізінен 8-ші сынып оқушыларына арналған 34 сағаттан тұрады, аптасына 1 сағат құрайды. Бұл бағдарлама оқушыларға жер шарының географиялық ерекшеліктерін, табиғат құбылыстарын, ресурстарды пайдалану жолдарын және оларды экологиялық маңыздылығын түсінуге көмектеседі. Шығармашылық жобалар мен практикалық жұмыстар оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға және географияға деген қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың географиялық білімін жетілдіру, табиғи және әлеуметтік құбылыстарды түсіндіру қабілетін дамыту, шығармашылық жобалар арқылы зерттеушілік және шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі жаһандық экологиялық мәселелерді шешу, табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану және тұрақты даму принциптерін түсіну, заманауи білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Бағдарлама оқушылардың география пәніне қызығушылығын арттырып, олардың экологиялық сауаттылығын дамытуға және шығармашылық қабілеттерін ашуға ықпал етеді. Бағдарламаның жаңашылдығы бағдарлама практикалық сабақтар мен шығармашылық жобаларды біріктіру арқылы оқушылардың зерттеушілік және аналитикалық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бағдарламаның ғылыми негіздемесі бағдарлама заманауи география ғылымының жаңалықтар мен зерттеу әдістеріне негізделген және оқушыларға табиғат құбылыстарын түсіндіру мен оларды талдауға мүмкіндік береді. Күтілетін нәтижелер география туралы жан-жақты білім қалыптасады оқушыларда, яғни географиялық карталар мен деректерді қолдану қабілеті дамиды, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және сақтау бойынша білім артады, оқушылар жергілікті географиялық нысандардың ерекшеліктерін зерттеп, олардың экологиялық маңызын түсінеді. Жаһандық және жергілікті экологиялық мәселелерді шешуге атсалысу қабілеті қалыптасады. Бұл жоба негізінен 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім
Бұл бөлім оқушыларды, яғни географиялық шығармашылық жобалар негіздері деп аталады. Бұл бөлім оқушыларды шығармашылық жобаларды орындауға дайындап, олардың негізгі қадамдары мен тәсілдерін үйретеді. Екінші бөлім өңірлік шығармашылық жобалар 9 тақырыптан тұрады. Бұл бөлімде оқушылар ерекшеліктерге негізделген шығармашылық жобаларды жүзеге асырады. Үшінші бөлім зерттеуге негізделген шығармашылық жобалар. Бұл бөлімде оқушылар зерттеу жүргізу және оның нәтижелерін шығармашылық көрсету әдістерін үйренеді. Төртінші бөлім яғни экологиялық және геоэкологиялық шығармашылық деп аталады. Бұл бөлімде оқушылар экологиялық және геоэкологиялық мәселелерді зерттеп, жобалар арқылы олардың шешімін ұсынуға бағытталады. Бесінші бөлімде адам дамуының индексі негізделген жобалар. Бұл бөлімде оқушылар адам дамуының индексін және оның әлеуметтік экономикалық көрсеткіштермен байланысын зерттейді. Қорытындыға келе, географиялық білім мен шығармашылық жобалар арқылы оқытуды жалғастыру оқушылардың экологиялық санасын, әлеуметтік жауапкершілігін, шығармашылыққа қабілеттерін арттыруға мүмкіндік береді. Әртүрлі тәсілдер мектеп білімінде инновациялық жұмыстарды жүргізуге, яғни инновациялық әдіс тәсілдерді қолдануға және соларды ары қарай іске асыруға мүмкіндік береді. География пәні шығармашылықпен оқыту әдісінің тиімділігі оқушылардың жеке тұлғалық дамуының, ғылыми ойлау қабілетінің жетілуіне және қоғамда маңызды әлеуметтік проблемаларды, көптеген экологиялық болсын, заманауи және ғаламдық проблемаларды шешуге үйренеді және қоғаммен оны байланыстырып меңгеретін болады. Жалпы бүгінгі жоба туралы осы. Енді осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Алатау ауданы 152-ші мектеп гимназиясының ағылшын пәні мұғалімі. Менің элективті курсым The Power of Words, English for the Modern World элективті курсы. Бұл курс бағдарламасы 10-шы сынып оқушыларына арналған. Курс барысында оқушылардың сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу дағдылары жетілдіреді. Жалпы курстың мақсаты мен міндеттеріне келетін болсақ, мақсаттары ағылшын тілінде сөйлеу мәнерін жетілдіру, тілдік талқылаулар арқылы сыни ойлауды дамыту және әртүрлі коммуникациялық жағдайда адамның өзін-өзі сенімді ұстауына ынталандыру болып табылады. Міндеттері оқушылардың өз ойларын сенімді түрде жеткізуге үйрету, тиімді коммуникация үшін анықтылыққа, дұрыс айтылуға, яғни интонацияға мән береміз. Өйткені бізде ағылшын тілінде 26 әріп және 136 дыбыстық белгі бар. Сондықтан бір әріп түрлі дыбыс білдіруі мүмкін. Сондықтан біз интонациямен дұрыс айтылуға баса назар аударамыз. Сондай-ақ әртүрлі ағылшын тіліндегі екпіндер мен сөйлеу үлгілеріне түсінуге, белсенді тыңдау, жазба жұмысын жүргізу стратегияларын дамытуға бағытталған негізгі мақсаты мен міндеттері. Бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, ағылшын тілі білім алмасудың, бизнестің және жаһандық тіл болып табылғандықтан, бұл жақта нақты әлемдік қолдану арасындағы алшақтықты жояды, ағылшын тілін жетік меңгеру. Және де халықаралық аренада сенімді түрде жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бұл жерде балалардың ағылшын тілін жетік меңгеруі командалық жұмыспен көшбасшылық жұмысты дамытатын бірлескен жобаларға қатысу және интерактивтікті арттыру үшін технологияны интеграциялау болып табылады. Ғылыми әдістемелік тәсіл. Бағдарлама қазір лингвистикалық зерттеулер мен коммуникативтік оқыту әдістемелеріне негізделген.
ол практикалық тілдік дағдыларды дамыту үшін проблемаларды шешуге және жағдайлық тапсырмаларды қарастыруға бағытталған. Сондай-ақ сенімділікті, біз балаларды сенімділігін арттыру үшін пікірталастар, дискастар, яғни Не дебаттар, үшін ашып жатсыңдар? Кіргіз. Қомақ тұрдың сол. және де топтық жұмыстарды ынталандыруға, оқыту тәжірибесін байыту үшін біз сонымен қатар мультимедиа, жасанды интеллект, оқыту платформаларын қолданамыз, электрондық оқыту платформаларын қолданамыз. Бағдарламаның құрамдас бөліктері: динамикалық сөйлеу әрекеттері, көпшілік алдында сөйлеу жаттығулары, дебаттар, сенімді түрде талқылаулар, иммерсивті тыңдау тәжірибесі, жаһандық перспективалды көрсететін подкасттар, TED Talks және де сұхбаттар тыңдау. Және де әртүрлі және ойландыратын оқу материалдары, классика, қазіргі әдебиет, журналистикалық мақалалар және талдамалық эсселер жатады. Мәдени және тілдік хабарлық бағыттағы саясаттағы және әлеуметтік өзгерістегі тілдің әсерін зерттеу. Және оқыту әдістері, оқушыға бағытталған оқыту, сабақтарды оқушылардың қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне сәйкестендіру. Аударылған сынып моделі: сыныпта қолдану алдында тәуелсіз зерттеуді ынталандыру. Бұл жерде біз балаларға өзіміз тақырып береміз, балалар сол тақырып бойынша үйден сабақтың мақсатын өздері ашып, өздері түсіндіреді. Сосын қалыптастырушы және жиынтық бағалау. Талқылаулар өзін өзі бағалау және өнімділік бағалау арқылы тұрақты кері байланыс жасау. Бұл жерде бізде күтілетін нәтиже: бағдарлама соңында оқушылар ағылшын тілінде еркін, сенімді түрде сөйлейді, тыңдау және түсіну дағдыларын арттырады, әртүрлі мәтіндерді сыни көзқараспен қарайды және оны түсіндіре алады, нақты құрымдалған және сенімді жазба жұмыстарын жасайды, қоғамды қалыптастырудағы тілдің күші туралы хабарлығын арттырады. Менің элективті курсым осымен тәмам. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен номер 152 мектеп гимназияның педагог-психолог болып жұмыс жасаймын. Менің жазған бағдарламамның тақырыбы тұлғаның агрессиялық мінез-құлқын диагностикалау және түзету тақырыбында. Бұл 4-ші сыныптарға арналған, аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат болады. Одан кейін бұл бағдарламада сабақтың құрылымы, мазмұны, негізгі бөлім, қорытынды бөлім, сосын күтілетін нәтижелер бар. Бұл бағдарламада диагностика ең бастысы жасалады. Онда әлемде жоқ жануармен кактус әдістемесі алынады диагностикалық жұмыс бойынша. Одан кейін ары қарай түзету жұмысы ойындар арқылы сабақтар өтіледі. Бұл мектеп қабырғасындағы бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс істеудің негізгі бағыты. Агрессияны әлеуметтендіру, яғни баланы өз әрекетін бақылауға үйрету. Балалар мінезінің бұзылуын түзетудің негізгі және тиімді әдісі мінез-құлық терапиясы болып табылады. Бұл техника оқыту теориясына негізделген және әлеуметтік психология мен даму теориясының кейбір ережелеріне сүйенеді. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі балалардың не үшін 4-ші сыныптан бұл агрессиялық мінез-құлықты алды деп ойласақ, агрессиялық мінез-құлықтың пайда болу себептері әртүрлі. Бұл кішкентай кезден қазір басталынып жатқан болғандықтан, балалар әлеуметтік ортаға, отбасылық жағдайында әрқашанда өздерінің агрессиясын, эмоциясын басқара білуге үйрету болып табылады.
Психологиялық әдістемелер бұл әлемде жоқ жануар мен кактус әдістемесіне бір сағаттан берілген, себебі ол жерде сұрақтар қою арқылы баланың қандай деңгейде отырғанын белгілі болады. Одан кейін ары қарай ойындарды әр бала бір класста 25 бала болатын болса, сол 25 балаға ойнатып шығу арқылы балаларға түсіндіріледі. Менің бұл коррекция дамытушы бағдарламада 34 сабақ бар. Сабақтың ұзақтығы 40 минут, аптасына бір рет жыл көлемінде өткізіледі. Әр топта бір сынып оқушысы болады. Бағдарламаны психологтар мен сынып жетекшілер бірігіп жүзеге асыруға әбден болады. Осымен менің бағдарламам таныстыруым аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен Болатова Райгүл Қабылқызымын. Алматы қаласы Алатау ауданы 152 мектеп гимназияның көркем еңбек пән мұғалімімін. Бүгінгі менің авторлық бағдарлама тақырыбым қолөнер бұйымдарының жаңа қырынан көрінуі, жүн мен бейнелеу өнері. Жүн мен бейнелеу өнері бұл ежелден келе жатқан қолөнердің бір түрі. Ол жүнді түрлендіру арқылы өнер туындыларын жасауға бағытталған. Бұл шығармашылық процесс жүнді бояу, иіру, тоқу және киіз басу арқылы жүзеге асады. Шығармашылық және эстетикалық қабілеттері дамытуға мүмкіндік береді. Жүнмен бейнелеу арқылы оқушыларға ұлттық мәдениет пен дәстүрлерді тереңірек түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар бұл өнер түрі әртүрлі техникаларды меңгеруге мүмкіндік береді. Мысалы, киіз басу, шілтер тоқу, жүнді иіру және тағы да басқа жұмыстар өте көп. Оқушылардың қол өнерге деген қызығушылықтарын арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға үлкен ықпал етеді. Жүнмен жұмыс жасау арқылы түрлі түстерді үйлестіру және композиция құру дағдылары да қалыптасады. Жүнмен бейнелеу өнері сабақтарын оқушылардың зейінін, шыдамшылығын және ұқыптылығын арттырады. Оқушылардың өз қолынан жасаған жұмыстары әр кезде ол өте құнды болып саналады. Жүнмен бейнелеу өнері сабақтары оқушылардың шығармашылық жұмыстарын, шығармашылық ойларын дамытады. Оқушылардың өз қолымен жұмысы әр кезде керемет құнды, өзіне шығармашылығын дамытып, тағы да неше түрлі жұмыстарды жасауға қабілет етеді. Жалпы бағдарламаның мақсаты оқушылардың жүнмен бейнелеу өнері арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту, ұлттық мәдениет пен дәстүрлерді насихаттау. Міндеттері: жүнмен жұмыс істеу техникасын меңгеру, жүнді бояу және өңдеу әдістерін үйрену, киіз басу тәсілдерін игеру, жүнмен түрлі бұйымдар жасау, түрлендіру, үйлестіру және композиция құруды үйрену, ұлттық қолөнердің маңызын түсіну, шығармашылық ойлау қабілеттерін арттыру. Осы тақырыпта, осы авторлық бағдарламада бізде пәнаралық байланыстардағы жүнмен бейнелеу өнер сабақтары тарих, мәдениеттану және көркемдік пәндерімен байланысты. Және де математикада пәнаралық байланыстар бар. Өйткені есептейміз, санаймыз, әр кезде симметрияны сақтаймыз, екі жағы бірдей болу керек сияқты. Кәсіпке бағдарлау. Бұл бағдарламада арқылы оқушылар болашаққа сәндік қолданбалы өнер саласында мамандану мүмкіндігіне ие болады. Авторлық бағдарлама бағыты бұл бағдарлама оқушының шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Жүнмен жұмыс жасау арқылы олардың қолөнерге деген қызығушылықтары арттырады. Бағдарлама ұлттық мәдениетпен
Ұлттық мәдениет пен дәстүрлерді насихаттауға ықпал етеді. Оқушылардың эстетикалық талғамын және қолөнер шеберлігін дамытуға бағытталған. Бағдарлама барысында оқушылар әртүрлі техникаларды меңгереді. Авторлық бағдарламаның мазмұны бөлімдері. Бірінші бөлімде жүнмен бейнелеу өнерінің негіздері 6 сағат. Екінші бөлімде жүнмен жұмыс істеудің технологиялары 6 сағат. Үшінші бөлім жүнмен жасалған бұйымдардың әлеуметтік және мәдени маңызы 6 сағат. Төртінші бөлімде жүнмен жасалған бұйымдарды нарыққа шығару 6 сағат. Бесінші бөлімде жүнмен бейнелеу өнерінің заманауи бағыттар 10 сағат. Барлығы 34 сағатқа 34 сағат, аптасына бір реттен өтеді. Күтілетін нәтиже оқушылардың жүнмен жұмыс істеу дағдыларын қалыптасады. Оқушылар жүнді бояу әдістерімен меңгереді, киіз басу техникаларын игереді, ұлттық қолөнердің маңызын түсінеді, шығармашылық қабілеттерін арттырады, композиция құру дағдыларын дамытады, өзінің қолымен жасалған бұйымдарға мақтаныш сезімі қалыптасады. Осымен егер де сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қоя беріңіздер, мен жауап беремін. Және де жекеме де жазсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Құрдыбаева Шырын Тастанбекқызы, номері 152 мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі, санатым педагог зерттеуші. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы ағылшын тілін оқытуда қазіргі заманғы технологияларды пайдалану. Бұл авторлық жоба ағылшын тіл сабағында геймификациялау әдістерін қолданудың тиімділігін зерттейді. Геймификация дегеніміз бұл оқушылардың қызығушылығын арттыруды, сонымен қатар сабақ процесін қызықты әрі интерактивті етуді мақсат тұтатын стратегия екенін білесіздер, барыңыздар. Жоба шеңберінде сабақта ойын элементтерін енгізу, яғни балл жинау, деңгейлер және наградалар жүйесін пайдалану, командалық ойындар мен квесттер арқылы оқушылардың білімдерін жақсартуға назар аударылады. Бұл жобада геймификацияның әдістерінен артықшылықтары туралы талқылау жүргізіп, педагогика осы аспектісін тиімді пайдаланудың жолдары қарастырылады. Және де бұл бағытты көптеген неге бөлдік, бөлімдерге бөлдік. Идея, виртуалды және кеңейтілген шынайылық, тіл үйренудегі симуляциялар, шетелдік ортаны модельдейді, нақты коммуникативтік дағдыларды дамытуға ықпал етеді. Және де жасанды интеллект және тіл үйрену, бұл тілдік оқыту боттары жеке бағдарламаланған оқытуды қамтамасыз етеді, нақты уақыттың грамматикалық түзетулерін жүргізіледі. Онлайн байланыс платформалары арқылы болады, шетелдік оқушылармен тікелей қарым-қатынас, мәдени алмасу мүмкіндіктері ұсынылады, және де тілдік практика жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар күнделікті пайдаланатын мобильдік технологиялар, бұл оқыту қосымшалар кез келген уақытта оқу мүмкіндігін жасайды, және интерактивті оқу материалдары жеткілікті болады. Тапсырмалар, яғни геймификация арқылы әдістерді анықтайды және сипаттайды. Бұл жерде оқушылардың мотивациясын жоғарылатуға арналған ойын элементтерін енгізуге болады екен. Қажетті ресурстар, материалдық, интерактивті платформаларды қолдану және тәсілдерді зерттеу болып табылады. Бұл жерде жобаның рөлі, авторлық бағдарлама жобасының рөлі, жобаны жетекші, зерттеуші және педагог оқушылар пайдалана алады. Қорытындылай келе, ағылшын тілін оқытуда қазіргі заманға технологияларды пайдаланудың тиімділігі, бұл оқу процесінде заманауи технологияларды қолдану арқылы білім алушылармен байланыс орнату және де
жасалынған осы авторлық бағдарлама. Болашақтағы жоспар тіл, яғни ағылшын тілінде білім беруді дамытудағы ілгерішіл идеялар мен болжамдар талданады, оқушылардың танымдық қабілеттерін анықтайды және де геймификацияның рөлі мен маңызына бағалау беріледі. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, қосымша қойсаңыздар болады. Егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, қазір көркем еңбек пәні мұғалімі Мақсұтбаев Ғани Ерсановичке сөз кезегін берсек. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Мақсұтбаев Ғани Ерсанұлы. Мен Жүлеуки мектеп гимназиясында көркем еңбек пәнінен сабақ беремін. Менің санатым зерттеуші, педагог зерттеуші. Менің авторлық жұмысымның тақырыбы көркем еңбек сабақтарында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат қамтылған. Бұл бағдарлама 7 сыныптардың көркем еңбек пәнінде сабақтарында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту тақырыбын оқытуға бағытталған. Бағдарлама мазмұнында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін жетілдіру, өнер саласында жаңа идеяларды қалыптастыру және өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту мақсатында құрылған. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың көркем еңбек сабақтарында шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту, қолөнер оқушылардың көркем еңбек сабақтарында шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту, қолөнер мен өнер бағыттарында тәжірибелік дағдыларын жетілдіру және эстетикалық талғамдарын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеті әртүрлі көркемдік техникалар мен әдістерді қолдану, үйрету, оқушылардың шығармашылық қиялын дамыту және оны көркем еңбек жұмыстар арқылы жүзеге асыру, ынталандыру. Экранда көріп отырғандарыңыздай, содан арқылы жалғасады 10 түрлі міндеті бар. Және экранның оң жағында көріп отырғандарыңыздай барлық осы көркем еңбек сабақтарында қолданылып жасалған шығармаларымыз, оқушы шығармалары осындай қалалық, республикалық, халықаралық көрмелерде осындай қойылып отырады. Осындай бағдарламалардың арқасында деп ойлаймын. Және бағдарламаның өзектілігі қазіргі қоғамда шығармашылық ойлау және эстетикалық мәдениет жастардың тұлғалық және кәсіби дамуының негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Бұл бағдарлама оқушыларды өнер саласында түрлі техникалармен таныстырып, олардың шығармашылық әлеуетін ашуға мүмкіндік береді. Бағдарлама сонымен қатар ұлттық және заманауи мәдениетті ұштастыруға және оқушылардың өмірлік құзыреттілігін дамытуға бағытталған. Бағдарламаның ғылыми әдістемелік негізі көркем еңбек саласындағы заманауи оқыту әдістерін қолдану, тәжірибелік және зерттеушілік жұмыстары арқылы оқушылардың шығармашылық дағдыларын дамыту. Мен мына жерде көп нелерді жазылған, нелерді өздеріңіз көріп отырсыздар, оны толық оқымай ақ қояйын. Мен сабағыма осы бағдарлама байланысты мына оң жақтарыңызда көріп отырғандай, мен осы көркем еңбек сабақтарында ақын жазушылардың шығармаларын пайдалануды ұсынар едім. Осы бағдарламаның ішінде бар, авторлық жұмысының ішінде. Мына оң жақтарыңызда көріп отырған мен өзімнің салған шығармам, Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасына салған суретім. Оқушыларды осындай ақын жазушылардың шығармаларын сабақта пайдаланып, соларды оқытып, жаттатып және соның ішінен алған композицияларын осындай шығарма ретінде салғызу арқылы балалардың эстетикалық тәрбиелерін, эстетикалық талғамдарын, ойлау қабілеттерін, композициялық шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталады. Келесі осы беттегі бағдарламаның бағыттылығы көркем еңбек сабақтарында әртүрлі өнер түрлерін зерттеуге бағытталған шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру, сабақ барысында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған әдіс тәсілдерді пайдалану, жеке топтық шығармашылық жобаларды әзірлеу арқылы оқушылардың ынтасын арттыру, жергілікті мәдениетті зерттеу арқылы ұлттық құндылықтарды насихаттау және оқушылардың
өнерге деген қызығушылығын арттыру. Оның дәлелі мына оң жақтарыңызда отырған тағы да осы мен өзім туған жерім қарасты болғандықтан мынау оң жағыңызда отырған суреттер осы ақын жазушылардың өлеңдеріне арналған солардың оқу арқылы жасалған композициялық құрылымдар. Енді бұл авторлық бағдарламаның күтілетін нәтиже оқушылар әртүрлі көркемдік техника мен әдістерді игереді, өз идеяларын шығармашылық жұмыстарда жүзеге асыра алады, жеке және топтық жобаларды орындау барысында ынтымақтастық пен жауапкершілік қасиеттерін дамытады, өнер туындыларын талдау және бағалау қабілеттерін жетілдіреді, ұлттық мәдениет пен өнерге деген қызығушылықтары мен құрметін қалыптастырады. Менің бағдарламам осындай дүниелерден тұрады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Саламатсыздар ма? Мен 150 мектеп гимназияның директорлық пәні мұғалімі Ыдырысбеков Еркебұлан Жұмагелдіұлы. Авторлық жобамның тақырыбы қозғалмалы ойындар. Мақсаты қозғалмалы ойындардың оқушылар өміріндегі рөлі. Қозғалмалы ойындардың оқушылар өмірінде бірнеше маңызды аспекттерді қосуға болады. Бірінші, физикалық дамуы. Ойынды балалардың қозғалыс дағдыларын дамытады. Бұл олардың денсаулығына, төзімділігіне және жалпы физикалық жағдайына оң әсер етеді. Екінші, әлеуметтік дағдылар. Қозғалмалы ойындар топта ойнауды, ынтымақтастық пен командалық жұмысқа үйретеді. Бұл оқушылардың әлеуметтік қарым-қатынасын дамытуға көмектеседі. Үшінші, когнитивті дамуы. Ойын барысында балалар өзара қарым-қатынас жасауды, ережелерді сақтауды, стратегиялық ойлауды үйренеді. Бұл олардың зияткерлік қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Стресс пен күйзелісті жеңу. Қозғалмалы ойындар балаларға көңіл күйін көтеруге, күйзеліс пен эмоциялық қиындықтармен күресуге көмектеседі. Бесінші, достық пен сыйластық. Ойындар арқылы балалар бір-бірін құрметтеуді, жеңіске жеткенде және жеңілгенде әділ болуды үйренеді. Қозғалмалы ойындардың оқушылар өміріндегі рөліне тағы бірнеше маңызды аспекттерді қосуға болады. Қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Ойын барысында оқушылар бір-бірімен тіл табысып, пікір алмасып, бірге шешім қабылдауды үйренеді. Бұл олардың қарым-қатынас дағдыларын жетілдіреді, әсіресе топтық ойындарда. Мотивация мен мақсатқа жету. Ойындар кезінде балалар көбінесе жеңіске жетуге тырысады. Бұл олардың мақсатқа жету үшін еңбек етуін және тұрақты мотивацияны дамытуға ықпал етеді. Жан-жақты дамуды қамтамасыз ету. Қозғалмалы ойындағы балалардың барлық жақтарын дамытуға ықпал етеді. Физикалық, эмоционалдық, интеллектуалдық және әлеуметтік. Бұл олардың өмірге деген позитивті көзқарасын қалыптастыруға көмектеседі. Жеке жауапкершілік. Ойын кезінде оқушылар өз әрекеттерінен нәтижелеріне жауап беруді үйренеді. Мысалы, ережелерді бұзу және белсенділік танытпау ойынның нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Бұл олардың жауапкершілікті сезінуге үйретеді. Бұдан кейін ұжымдық және көшбасшылық қабілеттерін дамыту. Қозғалмалы ойындар балаларға лидерлік дағдыларды үйренуге мүмкіндік береді. Олар топтағы рөлін түсініп, кейде көшбасшы болуға, ал кейде басқалармен жұмыс істей отырып, олардың идеяларын қолдауға үйренеді. Қуаныш пен көңіл күйді көтеру. Қозғалмалы ойындар оқушылардың көңіл күйін жақсарта отырып, олардың өмірге деген қызығушылығын арттырады. Ойын барысында ереже бойынша жеңіске жеткенде, немесе жай ғана қызықты уақыт өткізгенде, оқушылардың психологиялық жағдайы жақсарады.
қорыта айтқанда қозғалмалы ойындар тек дене шынықтыруды жақсартуға ғана емес, сондай ақ оқушылардың жеке тұлғалық дамуына, әлеуметтік қарым-қатынасқа және эмоционалдық жағдайларына көп әсер етеді. Тыңдарғандарға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын.